Қайырлы күн. Сіздермен 5-ші сынып математика 1277 есепті шығаратын боламыз. Дөңгелекте тік бұрышты неше сектор бар дейді. Бізде 4 сектор бар екен. Мына суретте байқағанда шеңбер салып алдық. Мында бірінші сектор, екінші сектор, үшінші сектор және төртінші сектор. Мына менде 90 градусқа тең болады екен. Мынау секторымда 90 градус. Мына секторымызда 90 градусқа тең, мына секторымызда 90 градусқа тең болады екен. Дөңгелекте жазыңқы бұрышты неше сектор бар дейді. Бізде жазыңқы бұрышта бір ғана жазыңқы бұрыш бар, бірақ бізде екі сектор бар екен. Мында 180 градус, мында 180 градусқа тең екен. Әрі қарай 1278 есеп. 8-де 15-ші суреттегі дөңгелек неше секторға бөлінген? Секторларды жазыңдар дейді. Байқасақ бізде бұрыш Б, О, С, міне бір бұрышым. Келесі бізде бұрыш Б, О, А бұрышы, ол мінекей. Келесі бізде бұрыш А, мына бұрышы менде. Мына бұрышқа өзім атау берсем АОД, мына бұрышым СОД, иә. Әрі қарай 1279 есеп. Центрі О нүктесі болатын дөңгелек сызып, оны градустық өлшемдері өзара тең 4 секторға бөліңдер. Әрбір сектордың бұрышы неше градус дейді. Бізде 4 секторға бөлеміз, яғни 90 градус қой бізде. Қайттан бөл жүрейік. Алай болса, бізде 90 градусқа тең 4 секторға бөлуімізге болады екен. Яғни жалпы шеңберім толық бұрыш 360 градусты құрайтын болса, оны мен 4 бірдей секторға бөлетін болсам, әрқайсысы 90 градусқа тең бұрыштан құрайды екен. Яғни 90 градусқа құрайды, 90 градусты құрайды екен. Әрбірі 90 градусты құрайды екен. Әрі қарай бізде 1280 есеп. НОП секторының ПОР секторының бұрыштарын өлшеңдер. НОР бұрышының градустық өлшемін табыңдар дейді. Міне мен НОП, ПОР, НОР-дің бұрыштарын табуым керек. Біз қазір транспортирді қолданып өлшеп көрейік. Транспортирдің көмегімен өлшеп көрейік мұнда. Транспортирдің біз бастапқы нүктесін міне центрін әкелдік. Кішкене мынаны былай. Міне. Мұндағы былай жылжытсақ. 0-де тұр, 0. Менде мына бұрышым міне. Бізде мынау бұрышым, мынаны кішкене былай жылжытайық транспортирдің көмегімен. Міне 0 боп тұр мына бұрышым. Мында көк бұрышпен байқайық, міне 0-де тұр, 0. Мынау менде 0 боп тұр, міне 0-да тұр бір бұрышым. Транспортирдің центрында тұр. Және біз мына бұрышты байқасақ, 0-ден бастап, мынау менде 80 градус боп тұр екен. Сонда бізде бұрыш НОП-мыз 80 градусқа тең екен. Әрі қарай менде 80 градус шығып тұр. Әрі қарай біз транспортирдің көмегімен әрі қарай келесі НОР-ді анықтайық. НОР-ді 0 градусқа әкелейік. Міне бұрышты центрына әкелді. Мына тұсқа 0 градусты көрсетті. Міне ішкі жағын 0-ді көрсетіп тұр бізде. Бізге әзірге мынаны өшіріп тастайық алдыңғыны. Мынаны өшірейік. Сосын мұнда транспортирімізді әкелейік.
транспортирдің центрін әкелдік бұрыштың төбесіне, және мына градусымыз 0 бұрышта тұр. Бізде байқасақ, NOR деген бұрыш, так, бізде жаңа біз NOP-ны өлшесек, енді POR-ды өлшеуіміз керек. Мұнда 0 тұр. Так, ішкі жағынан есептейтін болсақ, бұрыштың транспортирдің центрін мұнда тұр міне, және мына бұрышқа келіп тұр бізде. Бұл бізде 40 градусты құрап тұр. 40 градусқа келіп тұр ма бізде? Кішкене мына транспортирді 0-ге келтірейік тағы да. Моменте 40 градус екен. Бұрыш бізде жазайық. Бұрыш POR, бұрыш POR-ым тең екен 40 градусқа. Сендерде транспортирдің мына нүктесі, сендерде транспортирдің мына нүктесі, бұл сендерде центр болып саналады. Осыны бұрыштың басына әкелесіңдер, сосын 0 градусқа туырлайсыңдар да өлшесеңдер болады. Әрі қарай мен енді мына екеуінің қосындысын 360 градустан алып тастай салсам болады екен. Сонда NOR-ды анықтау үшін 360 градустан мына екеуінің қосындысы 120 градус қой. 120 градус алып тастаймын. Сонда менде 240 градус қалады ма? 240 градусқа тең екен бұрыш NOR. Әрі қарай бізде 1281 есеп. 1281 есепке қарайтын болсақ, бізде дөңгелек 2 секторға бөлінген. Бірінші сектордың бұрышы толық бұрыштың 30%-не тең дейді. Бізде жалпы шеңбер 360 градусты құрайды екен. Сонда бізде 360 градустың 30%-ын тап деп тұр. Сонда мына 360-тың 1 нөлі мен 100-дің 1 нөлін кетірсем болады. 100-дің 1 нөлі мен 30-дің 1 нөлін кетірсем болады. Сонда 36-ны 3-ке көбейтсем 108 градус шығады екен. Әрі қарай аулада күшіктер ойнап жүр. Олардың аяқтары бастарынан 18-ге артық дейді. Әрбір так бізде бұл 1282 есеп екен. Басы бізде x қой, өйткені біреу ғана бас, ал аяғы бізде 4x болады. Аяқтары, өйткені күшікте 4 аяқ бар, 4x деймін. Сонда бізде бастарынан 18-ге артық дейді. Сонда x қосамын 18-ді тең болады екен 4x-ға. Сонда ұқсас қосылғыштарды біріктірейік. 4x-тан алып тастаймын x-ті, тең болады екен 18-ге. 3x болады екен, сонда тең 18-ге. X-ім сонда 6-ға тең. Яғни бұл бастарының саны ғой. Яғни 6 күшік бар екен. Аулада 6 күшік бар екен. Енді аяқтарының саны 4-ті көбейтемін 6-ға. 24 аяқ бар екен. Аяқ. Келесі бізде 1283 есеп. Дөңгелектің градустық өлшемдері 40 градус, 130 градус және 63 сектор сызып, олардың әртүрлі түспен бояндар. Боялмаған сектордың бұрышының градустық өлшемін табыңдар дейді. Біз мұнда 360 градустан алып тастайық. Бізде бұл 1283 есеп. 1283. Бізде жалпы дөңгелек 360 градус, 360 градус алып тастаймын. 40 градустың қосындысын қосамын. 130 градустың қосындысын қосамын. 60 градустың қосындысын. Так, мына екеуі менде 100 градус, 230 градус болады ма мұнда менде? Так, мына екеуі 100. Мынаны қоссам 230, оны 360-тан алсам 130 қалады ма? Тең 130 градус қалады екен. Өздерің дөңгелек салып, оны түрлі түспен бояуларыңа болады екен.
Әрі қарай бізде 1284 есеп. 1284 есеп. Дөңгелек 3 секторға бөлінген. Оның бірінші секторының бұрышы жазыңқы бұрыштың 80%-не тең, ал екінші сектор бұрышының тік бұрыштың 3-тен 2-сіне тең. Үшінші сектордың бұрышы неше градусқа тең дейді. Біз жазыңқы бұрышымыз 180 градусқа тең екенін білеміз. Яғни оның 80%-на тең дейді. Оның 80%-ін табам, яғни 100-ден 80. Ой, мында процент қой. Мында 80-нің 1 нолі мен 100-дің 1 нолін кетіруіме болады. 180-дегі 1 нолі мен мына 100-дің 1 нолін кетірсем болады. Сонда мен көбейтемін, сонда 18-ді көбейтемін 8-ге. Сонда менде 144 болады ма мұнда? Келесі бізде екіншісінде бізде тік бұрыш дейді. Тік бұрыш бізде ол білеміз, ол 90 градусқа тең екенін, 144 градус. Келесі бізде тік бұрышым, ол 90 градус. Оның 3-тен 2-сіне тең дейді. Көбейтемін 3-тен 2-ге. 90 мен 3 қысқарады 30-ға. 3-ті 3-ге бөлсем 1. 30-ды 2-ге көбейтсем 60 градус екен. Келесі 360 градустан осыларды қосып алып тастаймын, яғни 360 градустан аламын. 360 градус алып тастаймын. 144 градус қосамын. 60 градусты тең болады екен 156-ға екен. Әрі қарай 1285 есеп. Дөңгелек 4 секторға бөлінген. Мына суретте көріп тұрғанымыздай x, 2x, 5x, 4x дегенде әр қайсының градустық өлшемін тап дейді. 1285 есеп. Мен жалпы дөңгелектің 360 градусқа тең екенін білемін, Сонда барлығын қосам, x қосылған 2x қосылған 5x менде қосылған 4x теңестіремін 360 градусқа. Өйткені шеңбер 360 градусты құрайды, Мына екеу 3x, 8x, 12x екен. 12x тең болады екен 360-қа, яғни 360 градус қой. Әрі қарай мұнаны тауып алу үшін мен x тең 360-ты 12 градус 12-ге бөле саламын. 12-ге бөлемін, сонда тең болады екен 30 градусқа. Бұл әлі есептің жауабы емес. Бірінші менде x тең 30 градусқа. Келесі менде 2x еді, яғни 30-ды 2-ге көбейтемін, ол менде 60 градус. Келесі 5x дейді, яғни 5-ті 30-ға көбейтемін, ол менде 150 градусқа тең екен. Әрі қарай 4x дейді, 4-ті көбейтемін 30 градусқа, ол менде 120 градусқа тең екен.